I'm a freak, handcuffs, leashes. Сәлем, сіздермен бірге аяулым және де бүгінгі видеода haul видео болады, яғни күзге алған киімдерім, покупкаларым жайлы. Интернет покупка жайлы видео түсейін деп жүрмін, сондықтан ондай видео жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сол өте қызықты видео болып тұр. Ал ендеше ұзақ созбай бастайық. Осы күзге алған заттардың бірі ол осындай джинсы, бірақ камерада кішкене цветі басқашалау болып тұр. Бірақ кішкене светлылау, қат светлый емес, қат темный да емес түстегі күзге киюге жақсы осындай джинсы алдым. Осындай ремені бар. Ременмен де кисем болады, ременсіз де кисем болады. Только посадкада, посадкасы өте жоғары. Өзіме ұнады. Идеально джинсы талия жақтан да күшті келіп тұр. Маған әрдайым джинсы таңдаған кезде талия жақтан проблемалар болатын, сондықтан мен әрдайым скинни джинсы киетін едім. Ал мынау более свободный, жабысып тұрмайтын, сондай ыңғайлы, кәдімгідей қатты өзіме ұнады. Бағасы бар болғаны 7 мың. Сапасы жақсы, осындай джинсы алдым. Келесі күзге алған заттардың бірі ол аяқ киім. Осындай аяқ киім алдым. Бұл өзіме қатты ұнады, бағасы бар болғаны 8 мың теңге. Тек қана бірлік кидім әзірге. Сапасы бәрі күшті, осындай әппақ базовый түстегі кроссовки или кеды деп айтады. Осындай кеды алдым. Осындай кеды менен жаңағы көк джинсы оның бәрі база болғандықтан өзара сочетация етіп бір-бірлерімен сай келіп тұра, сөйтіп көптеген образдар шығады. Осындай аппақ кеды алғым келген, сондықтан қатты қуаныштымын. Менде әлі интернет покупкалар бар, сондықтан жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Қазір енді примеркаларды көрсететін боламын. Кейін мен тағы киімдер алған болатынмын. Соны бірден примеркада көрсетемін деп шештім. Осындай кремовый түстегі двойка алдым. Сапасы өте керемет, маған ұнады. Кейін бөлек кисең де болады. Солай көптеген образдар жасауына болады. Яғни толстовканы бір бөлек, триконы бір бөлек қылып, тағы акцентный кросс алған болатынмын. Келесі образ кішкене корейский образ болып шықты. Қара түсті оверсайз свитермен қара түсті кюлоты алдым және акцентный кроссы. Бұл образда жаңағы қара свитер, сіздерге көрсеткен джинсы мен ақ түсті кеды, ал мынау жаңағы двойкадағы толстовка және сіздерге көрсеткен джинсы мен кеды осындай кішігірім образдар шықты. Сіздерге қайсы образ көбірек ұнады, соны комментарияға жазып кетіңіздер және менің арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Және де сіздерге қай образ ұнады көбірек, соны да жазып кетіңіздер, маған өте қатты қызықты. Ал сіздерді өзімнің инстаграм парақшамда күтемін. Инстаграм парақшамда мен күнде белсендімін. Сондықтан да мені көбірек білгілеріңіз келсе, мені көбірек көргілеріңіз келсе, инстаграм парақшам бар. Осымен видеомыз аяқталды. Я өте қысқа болып шыққан шығар, бірақ та осы ең алғашқы видеоға болады деп ойлаймын. Неде болса интернет покупкалар бар, сондықтан жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған аяулым QZ. Келесі кездескенше.